Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Видео шықпағалы біраз уақыт болды. Біраз өзгерістер бар. Қазір жаймен көрсем барлығын. Міне күрке тауықтар жайылып жүр. Бұлар әлі туып бастамады. Енді шағылысып жатыр. Көк шөпке жайылып жүр. Аяқта қашарлар мен боталар жайылып жүр. Міне екі қашар бұзау үйде тұр. Қазір ана жақта боталар мен кішкентай қозылы қойлар жайылып жүр. Осындай кішкентай қозылы қойларды алып қаламыз. Олар ерамайды. Қазір жерде 5 қозы, 4 қой. Бір қозының анасы кетіп қалды. Ол кешке келеді, сол кезде емізет қозысын. Негізі мыналарды да қозыларын алып қалып жібереміз дегенбіз, бұлар қозыларын тастамады. Айдап жіберсек те қайтып үйге қашып келе берді. Сөйтіп бұларды қозысымен қосып алып қалып жатырмыз. Осылай үйге жақын жерде жайылады бұлар. Үш-төрт күндік қозылар. Мына жақта екі бота. Бұлар жақсы өсіп қалды. Көкке енді шығып жатыр. Далаға енді шығып жайылып жатыр. Мынау еркек, мынау ұрғашы. Ұрғаш итіміз туған. Қазір соның күшіктерімен сосын бір мәшіге күшік алғамыз. Соны көрсетем. Міне алапар. Міне ұрғаш ит, кучик. Анасы мынау күшіктердің әкесі. Міне 5 күшік. Үшеуі ұрғашы, екеуі еркек. Мынаумен, мынау еркек. Мынаны өзімізге алып қаламыз. Қалғандар кетеді. Мынаның 4 аяғында да сырттаны бар. Сол үшін бұның атын сырттан деп қойдық. Міне сырттан. Неге 4 аяғында да сырттаны бар. Енді бұның құлағын кесу керек. Құйрығын кеспейміз. Мынау белый деген мәшік күшік. Ақ болған соң белый деп қойдық атын. Мына белый еркек күшік.
Бұл құлақ қиырғымен әдем болып жүрді бұл. Міне тауықтар. Тауықтар да әлі туып бастаған жоқ. Мына жетім бұзаудың тамағынан жара шыққан. Сөйтіп, оған укол салдық. Бірақ мына астыңғы ерні түсіп қалды. Қазір астыңғы ерні жоқ. Бұны енді жайлап-жайлап жемге үйретіп отырмыз. Тауықтар кедергі келтірмес деп қораға қамап қойып жем бердік, азғантайын ғана жепті. Даладан өз еркімен шөп жиямайды. Астыңғы ерін жоқ болған соң тек үйдегі жоңышқаны ғана жейді. Так, мына қорада лақтар. Өзіміздің ешкілердің лақтар. Осылай лақтарын ап қаламыз, өздері кешке келеді. Бұлар енді біраз өскенше осылай ап қаламыз. Қазір жаңбыр жауып жатыр. Татыр екеуміз мотоциклмен қойға барамыз. Мына қойлар құмның үстінде жайылып жүр. 5-6 күннен бері жаңбыр жауған. Шөп әдем шығып жатыр. Так, мына жақта өле-өле сиырлар жайылып жүр. Құмда мал көп. Жылқы, сиырлардың бәрі түсіп жатыр құмға. Так, енді осылай бағамыз құмда қойларды.